Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен үй жағдайында күлше нан дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ұн, 1 стакан сүт, сұйық май, 2 стакан су, 400 грамм, 1 жұмыртқа, тұз және трошка қажет. Енді ұнымызға тұз, дрожь, сүт, жұмыртқа, су құйып, жақсылап араластырып илеп аламыз. Қамырымыз өте жұмсақ болу керек. Сол кезде нанымыз да өте жұмсақ болады. Қамырымызға енді майды қойып, иге қанғанша жақсылап илейміз. Май қойғаннан кейін қолға қамыр жабыспайтын болады. Өте жұмсақ болады. Көріп тұрғаныңыздай. Еленген қамырды осылай бетін жабамыз да 2 сағатқа ашытып қоямыз. Қамырымыз ашыған екен. Енді қолымызды майлап бөліктерге бөлеміз. Бөліктерін бәрін зуала жасап, домалатып, әдемілеп қоямыз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі видеоны көруіңізге жақсы болады. Менен өте жақсы пайдалы рецептерді күтіңіздер. Пікірлеріңізді комментарийге жазып кетіңіздер. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Енді осы зуалаларды бетін жауып, тағы да тындырып, 10 минутқа тындырып қоямыз. Тұнған қамырдан осылай күлшелер жасаймыз. Противендерге. Менікі әсел пешкі болғаннан кейін 3 күлше сыяды. Тағы да 10 минутқа тындырып, сосын тікешті басып, үстіне жұмыртқа жағамыз. Қалауыңыз бойынша күнжіт себуіңізге болады, немесе мак себуіңізге болады. Ал мен күнжіт сеуіп жатырмын. Өте дәмді болады. Үй жағдайында жасап көріңіздер. Бәріңізге рахмет назарларыңыз үшін.